Біздің осы Алла тағалаға деген сеніміміз көп мәселені шешеді. Сеніміміз қаншалықты терең айқын болған сайын дұғамыз да соншалықты қабыл болады. Ал дұғамыз қабыл болса, адамдар үшін мүмкін емес болған мәселелер шешіліп кетеді ғой. Тарихқа қарайықшы. Кешегі сахабалардың, әулие бабаларымыздың Аллаға деген имандары мен сенімдері қандай. Дәл қазіргідей технологияның игіліктеріменен, дәл қазіргідей адамның әлемнің қарым-қатынасы жоқ ол заманда. Бірақ олар Алла тағалаға жалыну арқылы, Алла тағалаға сену арқылы қаншалаған қазір бізге ертек сияқты көрінетін бір кереметтер бастарынан өтіп жатыр. Мына Әмір ибн Ас деген үлкен бір абыройлы, мәртебелі сахаба Египетке, көне Мысыр еліне әмір болып тағайындалады. Бірақ ол кезде патша, халифа Омар ибн Хаттаб. Сол Мысырдың ақсақалдары келіп Әмір ибн Асқа айтады: бізде бір жағдай бар дейді. Қазір біз бір жергілікті ғұрыпты орындамасақ дейді, мына Нілдің суы тартылып кетеді дейді. Сөйтіп бүкіл ел көшіп кетуі мүмкін. Ол не жасау керек дегенде, бір қызды сатып алып, немесе әке-шешесін риза қылып, алып қыз баланы, оны киіндіріп, керемет қылып, құрбандық ретінде Ніл өзенінің суына тастау керек. Сол кезде су көтеріледі дейді. Ал қазір су тартыла бастады. Сол кезде Әмір ибн Ас айтады: жоқ, бұл надандық, бұл мүмкін емес, бірақ дегенмен халифа Омардан сұрайық, ол не дер екен. Сөйтіп Мәдинадағы халифа Омарға хат жазады. Хатты оқып болғаннан кейін Омар айтады: иә, ол жергілікті жұрттың айтқанын орындамағандарың дұрыс болған екен, мен сендерге хат жазып берейін, осы хатты Ніл өзеніне тастаңдар дейді. Келгеннен кейін Әмір ибн Ас хатты ашып қараса, хатта былай жазылып тұр екен: Алланың құлы, Хаттабтың ұлы Омардан Ніл өзеніне: ей Ніл, депті, осы күнге дейін Құдайдың құдіретінсіз өзің ағып жатқан болсаң, ақпай ақ қой. Ал енді жалғыз болған, әлемдерді жаратқан Алланың құдіретімен ағып жатқан болсаң, онда сол жалғыз қаһары күшті болған Алладан тілеп дұға қыламын, сенің ағуыңды ары қарай аға беруіңді, деп жазылған екен. Сөйтіп жаңағы таң қалады, хатты алып тастайды. Хатты суға тастаған кезде құрбандыққа қыз тастамайды, Омардың хатын тастайды. Бұл болған оқиға, қаншама халықтың көз алдында өтеді. Сонда жаңағы су тартыла бастаған Ніл қайтадан бүлкілдеп, суы көтеріліп, осы күнге дейін ол су қайтадан табанына түспеген екен. Бүкіл Африканы кесіп өтіп жатқан өзен қазіргі уақытта. Сондықтан біз кейде Нілдің өзенінің суын көтермек түгілі, бір өзіміздің көңілімізді көтеруге, немесе өзіміздің бір кішкентай ғана кәсібімізді көтеруге де дұға қылуға, немесе сол Құдайдан қажетіміз сұрау үшін қолымызды көтеруге шамамыз жетпей жатыр. Нілдің суын көтермек түгілі Құдайға қолымызды көтергіміз келмей жатыр. Сондықтан адамның иманына қарай Алла тағалада өзінің берері бар. Әсіресе Аллаға сол тәуекеліміз, сеніміміз, ықыласымыз барынша айқын, терең және шынайы болатын болса, біздің тілектерімізде соншалықты қабыл болу ықтималдығы арта түседі.